Қайырлы күн достар, химия 8-ші сынып, биорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, генетикалық байланыс бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдаймыз. Оқу мақсаттары енді келесідей: оксидтердің, қышқылдардың, негіздердің жіктелуі мен қасиеттерін білу және түсіну, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру және биорганикалық қосылыстардың негізгі кластарының арасындағы генетикалық байланысты зерттеу. Тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма: оксидтерді жіктеп, химиялық қасиетін сипаттайтын реакция теңдеулерін жазыңыз. Бұл жерде барлығы да тұз түзетін оксидтер берілген. Оксидтердің үш түрге жіктелетінін білесіздер. Металдардан түзілген оксид болса, ол негіздік оксидке жатады. Бейметалдардан түзілген оксид болса, ол қышқылдық оксидтерге жатады. Кейбір екі дайлы, яғни амфотерлі қасиет көрсететін элементтер түзілген оксид болса, ол амфотерлі оксидке жатады. Енді мына жерде натрий оксидін түзіп тұрған металл натрий металл, сондықтан ол негіздік оксидке жатады. SO2-ні түзіп тұрған S бізде күкірт бейметалл, сондықтан қышқылдық оксидке жатады. P2O5-ті түзіп тұрған фосфор оксидін түзіп тұрған фосфор элементі, ол бейметалл, қышқылдық оксидке жатады. Хромды қарайтын болсақ, хромның оксидтері бірнешеу. Осы жерде тұрған хром O3 оксиді, бұл 2,6, яғни хромның 6 валентті оксиді. Яғни хром ең жоғары валенттілігінде тұр, оның жоғары валенттілігі қышқылдық қасиет көрсетеді. Сондықтан бұл қышқылдық оксидке жатады. Алюминий бізде екі дайлы қасиет көрсететін элемент болып табылады, сондықтан оның оксиді амфотерлі оксидке жатады. Ал кальций оксидін түсіп тұрған кальций элемент металл болғандықтан ол негіздік оксидке жатады. Сонымен жауаптар бізде негіздік, бір деп негіздік тұр ғой, міне. Негіздік оксидке жататындар олар 1 натрий оксиді және 6 кальций оксиді. Қышқылдық оксидке жататындар 2-мен белгіленген. Ол 2 күкірт оксиді, 3 фосфор оксиді және 4 хром оксиді. Ал амфотерлі оксидке жататын 3-пен белгіленіп тұр, мінекей. Ол бізде алюминий оксиді 5-ші. Екінші тапсырма: берілген оксидтердің химиялық қасиетін сипаттайтын реакция теңдеулерін сумен, сұйытылған тұз қышқылымен, натрий гидроксиді ерітіндісімен жазыңыз. Яғни біз мына беріліп тұрған 3 түрлі қасиет көрсететін оксидті берілген заттармен әрекеттестіру керекпіз. Бірінші бізде натрий оксиді берілген, соны мына берілген заттардың барлығымен әрекеттестіріп шығайық. Натрий оксиді бізде натрий оксидін түсіп тұрған металл натрий болғандықтан ол негіздік оксид. Енді негіздік оксидтердің химиялық қасиеттеріне сүйене отырып, осы реакцияларды құрамыз. Натрий оксиді сумен әрекеттесіп, яғни негіздік оксидтер сумен әрекеттесіп, негіз түседі, яғни сілті түсетін білесіздер. Сондықтан бұл реакция жүреді, нәтижесінде натрий гидроксиді түзіледі. Енді оны сұйытылған тұз қышқылымен әрекеттестіріңіз дейді. Негіздік оксидтер қышқылдармен әрекеттеседі, нәтижесінде тұз және су түзеді. Натрий хлориді мен H2O түзіледі. Реакцияны теңестірейік. Енді оны натрий гидроксидімен әрекеттестіруіміз керек. Натрий оксиді бізде негіздік оксидіміз, натрий гидроксиді негіз. Екеуі бірдей қасиет болса, яғни негіздік оксидтер негіздермен әрекеттеспейді. Әрекеттестіру үшін қасиеттері қарама-қарсы болу керек. Екінші оксидіміз бізде P2O5. Бұл оксид түзіп тұрған фосфор бізде бейметалл, сондықтан оксидіміз қышқылдық оксидке жатады. Сумен әрекеттестіретін болса, қышқылдық оксидтер сумен әрекеттесіп, қышқыл түзеді, аты айтып тұрғанда, яғни H-дан басталады қышқылымыз, H3PO4. Реакциямыз теңестірейік. Келесі бұл затты тұз қышқылының ерітіндісімен әрекеттестіруіміз керек. Фосфор оксидіміз бізде қышқылдық оксид дедік, және
бұл тұз қышқылы, ол қышқыл. Екеуінің қасиеті бірдей болғандықтан бұл реакция жүрмейді. Яғни қышқылдық оксидтер қышқылдармен әрекеттеспейді. Үшінші, натрий гидроксидімен әрекеттестіру керек. P2 O5 қышқылдық оксидтер, ал натрий гидроксиді болса негіз. Яғни қышқыл мен негіз екеуінің қасиеттері қарама-қарсы болғандықтан реакция жүреді. Қышқылдық оксидтер негіздермен әрекеттесіп тұз түзеді. Натрий 3 PO4 деген натрий ортофосфатын түзеді. Реакциямызды теңестіреміз. Үшінші оксидіміз бізде алюминий оксиді. Алюминий 2O3 қосылған су. Так, алюминий бізде амфотерлі элемент, сондықтан бұның оксиді амфотерлі, яғни екідайлы. Енді қараңыздар, негіздік оксидтер сумен әрекеттесіп негіз түзетін болса, қышқылдық оксидтер сумен әрекеттесіп қышқыл түзетін болса, ал екідайлы оксидтер сумен әрекеттеспейді. Сондықтан бұл реакция жүрмейді деп сыз қоямыз. Есесіне бұл екідайлы оксидтер қышқылдармен де негіздермен де әрекеттесе алады. Яғни бұлар екі түрлі қасиет көрсетеді. Мінекей, амфотерлі деп жаңа айттық қой. Енді кіммен әрекеттесіп тұрғанына қарай оның қасиетін анықтаймыз. Бірінші тұз қышқылының ерітіндісімен әрекеттестірейік. Алюминий оксидін тұз қышқылымен әрекеттестіріп, яғни бұл қышқыл. Қышқылмен әрекеттескен кезде амфотерлі оксидтер негіздік қасиет көрсетеді. Яғни бұл жерде негіздік оксид ол. Негіздік оксидтер қышқылдармен әрекеттесіп тұз бен су түзетінін білесіздер. Яғни алюминий хлоридіменен су түзіледі. Реакцияны теңестіреміз. Енді натрий гидроксидімен әрекеттестіру керек оны. Натрий гидроксиді бізде негіз. Негізбен әрекеттескен кезде амфотерлі оксидтер қышқылдық қасиет көрсетеді. Қышқылдық оксидтер негіздермен әрекеттесіп тұз бен су түзеді. Яғни бұл қышқыл қалдығы рөлін атқарып кетеді. Сонда натрий алюминаты қосылған су түзіледі. Реакцияны теңестіретін болсақ, мына жерде 2 және мына жерде 2. Көрдіңіз бе? Сонда алюминий оксид мына жерде негіздік қасиет көрсетіп тұр. Ал мына жерде қышқылдық қасиет көрсетіп тұр. Бұл амфотерлі екенін дәлелдейтін реакция. Үшінші тапсырма. Сөйлемдерді толықтырыңыз дейді. Қышқылдарды құрамындағы сутек атомына байланысты қалай бөлеміз дейді. Есімізге түсіріп кететін болсақ, қышқылдар міне, мысал үшін H-хлор, H2SO4, H2SO3, H3PO4, яғни қышқыл дегеніміздің барлығы сутектен басталады ғой. Енді осы сутектер, егер сутек біреу болса, бір негізді. Және мына жерде сутек екеу, бұл екі негізді қышқыл, мына жерде сутек үшеу, үш негізді қышқыл. Яғни бір негізді, екі негізді, үш негізді деп бөлеміз. Немесе бір негізді және көп негізді деп қойсаңыз да қате болмайды. Ал оттектің болу болмауына байланысты, мысалы H-хлор, хлорсутек қышқылының құрамында оттек жоқ, яғни бұл оттексіз қышқыл. Ал қалған қышқылдардың құрамында мінекей оттектің бар екенін көріп тұрсыздар. Яғни бұлар оттекті қышқылдар болып жіктеледі. Келесі, мына заттардың мырыш, мыс, күміс қайсысы күкірт қышқылы ерітіндісімен әрекеттеседі? Мүмкін болатын реакция теңдеулерін жақсы теңестіріңіз дейді. Олай болса, біз бұл реакцияларды жазу үшін қышқылдардың химиялық қасиеттерін білуіміз керек. Яғни бізге ол үшін металдардың белсенді қатары қажет болады.
Бірінші металымызды жазайық. Мырыш күкірт қышқылымен әрекеттеседі ме? Металл қышқылмен әрекеттесу үшін оның құрамындағы сутекті ығыстыратындай күші болу керек. Енді қараймыз. Металдардың белсенділік қатарында сутек міне тұр. Осы сутектен мырыш бұрын орналасқан ба, не кейін орналасқан ба? Яғни, бұрын орналасса белсенділігі жоғары, кейін орналасса белсенділігі төмен дегенді білдіреді. Мырышты тауып аламыз осы қатардан. Мінекей мырышымыз. Демек, сутектен белсенді. Значит, сутекті қышқылдың құрамынан ығыстырады. Демек, бұл реакция жүреді. Мырыш SO4-пен байланысады және сутекті газ күйінде бөліп шығарады. Келесі, мыс, купру плюс H2SO4. Так, мыс сутекті ерітіндіден ығыстыра алады ма? Қарайық. Сутегіміз міне, мысымыз міне тұр. Яғни, сутектен белсенділігі төмен, сондықтан бұл реакция жүрмейді. Мыс сутекті оның қосылысынан ығыстыра алмайды. Келесі аргентиум, күміс, күкірт қышқылымен әрекеттеседі ме? Күмісті тауып аламыз белсенділік қатардан. Күміс мұнда көрсетілмеген, ол шамамен алтын, күміс деп сутектен кейін тұрады. Белсенділігі сутектен төмен болғандықтан, ол да сутекті оның ерітіндісінен ығыстыра алмайды. Сондықтан бізде жүретін реакция тек қана біреу. Төртінші тапсырма. Суда еритін негіздерді, сілтілерді бөліп көрсетіңіз дейді. Яғни, бұл тапсырманы орындау үшін бізге ергіштік кесте қажет болады. Суда еритін негіздерді көрсету керек. Ол үшін біз ергіштік кестеден купру мен OH-тың түйіскен жерін қараймыз. Купру міні, OH міні. Так, міне, нерастворимый дейді. Так, яғни суда ерімейді бұл. Ерімейді. Так, келесі натрий гидроксиді. Натрий растворимый, яғни ериді. Барий гидроксидін қарайық. Барий. Барий, OH міне түйіскен жері. Растворимый, барий гидроксиді ериді. Алюминий гидроксидін қараймыз. Алюминий OH нерастворимый, яғни ерімейді. Сонда суда еритін негіздерді көрсетіңіз дейді сіздерге. Жауап натрий OH, барий OH екеселенген. Келесі. Реакция теңдеуін аяқтап, түзілген тұзды атаңыз. Яғни, тұздардың атауын білесіз бе? Соны сұрап тұр. Негіздер қышқылдармен әрекеттесіп, тұз бен су түзетінін білесіздер. Алюминий гидроксиді қосылған тұз қышқылы. Негіздермен қышқылдар әрекеттесіп, бейтараптану реакциясы, яғни тұз және су түзеді. Алюминий хлор 3 қосылған H2O. Яғни бұл жерде авал реакциясы білесіздер, алмасу реакциясында мына екеуі суды беріп тұр. Шетіндегі екеуі алюминий мен хлор тұзды беріп тұр. Түзілген тұзымыз алюминий хлориді. Тұзды атаңыз деген ғой, хлориді. Енді реакцияны теңестіретін болсақ, мына жерге 3 қойсақ, хлорымыз теңесті. 3-те 3, 6 сутек бар, 3 қоямыз, оттегіміз 3. Реакция теңесті. Түзілген тұзымыз алюминий хлориді. 5-ші тапсырма. Оқушы сабақта төмендегідей тәжірибелер жасады. Мұз ұнтағын қыздырып, қара түсті мұз оксидін алды. Осы қара түсті ұнтаққа күкірт қышқылын құйып, қыздырғанда көк түсті мұз сульфатының ерітіндісіне айналды. Бұл ерітіндіде калий гидроксидінің ерітіндісін құйғанда көк түсті мұз гидроксидінің тұнбасы түзілді.
түзілген тұнбаны қыздырып, қара түсті мыс оксидін, яғни бастапқы затты қайтадан алған екен. Оқушының осы іс-әрекеттерінде аталған заттардың химиялық формулаларын қолданып, өзгерістерді жүзеге асыратын реакция түйіндеулерін жазып кеңестіріңіз. Яғни бұл биорганикалық қосылыстар кластардың арасындағы генетикалық байланыс тапсырмасына берілген. Енді қарайық. Оқушы мыс ұнтағын қыздырып дейді. Яғни қыздыру ол оттектің қатысында жүретіндіктен купрум плюс O2 болады. Енді нәтижесінде не түзіледі? Купрум мыстың бір валентті оксид түзіле ме, әлде екі валентті оксид түзіле ме? Бізге мұнда подсказка берушілер қара түсті деп. Мыстың екі түрлі оксиді бар. Купрум 2O. Бір валентті оксид қызыл түсті, қызыл қоңыр түсті. Екі валентті оксид купрум O, ол қара түсті. Яғни бізде купрум O түзіледі. Реакцияны теңестіреміз. Мыс оксиді. Осы қара түсті ұнтаққа күкірт қышқылын құйды дейді. Яғни алынған купрум O'ны H2SO4-пен әрекеттестіреміз. Сол кезде көк түсті мыс сульфаты түзілді дейді. Мыс сульфаты. Яғни купрум SO4, мінекей мыс сульфаты. Және бізде не қалды? Су. H2O. Реакциямыз тең. Бұл көк түсті ерітіндіге калий гидроксидінің ерітіндісін құйды дейді. Яғни сульфа қойған. Купрум SO4-ге калий гидроксидін құйды. Алмасу реакциясы. Купрум OH екі еселенген. Бізде мыс екі валентті болды бастапқыда. Және калий сульфаты түзіледі. Реакциямыз теңестірейік. Көк түсті мыс гидроксидінің тұнбасы түзілді дейді. Тұнба. Мыс гидроксидінің тұнбасы. Мінекей. Тұнбаның белгісін қоямыз. Осы түзілген тұнбаны қыздырған кезде қайтадан мына бастапқы қара түсті затымыз алынды дейді. Ол бізде купрум O. Демек, купрум OH екі еселенгенді қыздырғанда, яғни бізде ерімейтін негіздердің қыздырғанда оксидтерге айырылатынын білесіздер. Купрум O түзіледі. Міне қара түсті оксидіміз және сутек оксиді түзіледі. Реакциямыз тең. Мінекей оқушылар, осы тапсырмалардың барлығын жақсы түсініп, дұрыс жауап берсеңіздер, БЖБ-дағы максималды 15 балл сіздерге тиеседі. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыз.